Сәлем, бұл жұлдыз 99. Сіз Джим Квик жайлы не білесіз? Джим Квик, Quick Learning негізін қалаушысы, әлемдегі ең әйгілі ми ғалымы, оқу қабілеті және есте сақтау бойынша әлемдегі номері бірінші ми жаттықтырушысы. Ол американдық саясаткерлерді жаттықтырады. Оның шәкірттерінің арасында Forbes топ 500 компанияларының бас директорлері бар, соның ішінде Google. Джим Квиктің таңдар жасайтын әдеттері. Түстеріңізді еске түсіріңіз. Не үшін түсті есте сақтау керек? Ұйықтаған кезде ақыл жұмыс жасауын тоқтатады. Осы уақытта сіздің бейсанаңыз мәселелерді шешу үшін жұмыс жасай береді. Ұйықтап жатқан кезде басыңызға керемет идеялар мен шешімдер келуі мүмкін. Постеліңізді дұрыстаңыз. Не үшін маңызды? Әрине, сіз бүкіл ортада тәртіпті сақтауыңыз қажет. Бірақ төсекті реттеу әр күнді сәттіліктен бастаудың ең оңай жолы. Таңды мінсіз бастаңыз. Бірінші істі қалай бастасаңыз, қалғандары да дәл солай жүзеге асады. Постеліңізді дұрыстауға 2 минут уақыт бөліңіз. Кейін үйге оралғанда жағымды сезім пайда болады. Су ішіңіз. Су мидың жұмыс жасауында аса маңызды рөл ойнайды. Ми 80% судан тұрады. Түс көру барысында біз суды жоғалтамыз. Тепе-теңдікті қалпына келтіру қажет. Тіс тазалау. Егер сіз оңқай болсаңыз, тісіңізді сол қолыңызбен тазалаңыз. Дене қозғалса, ми көңілді болады. Нәтижесінде жаңа нейрондық байланыс орнайды. Терең тыныс алып жаттығыңыз. Организмді жалпы оттегімен қамтамасыз ету маңызды, алайда оттегінің 25%-ын санатын ми үшін оттегінің берілуі ерекше маңызды. Мидың жұмысына пайдалы әсер ететін шөптер қосылған шай ішіңіз. Джим Квик қытайлық Коту-кола өсімдігінен шай ішеді. Күнделік жүргізіңіз. Джим шай ішіп отырғанда күнделік жазады. Ол сол күннің жоспарын және не нәрсеге риза екенін жазады. Егер сіз бар нәрсені бағалай алмасаңыз, сізге қалағаныңыз берілмейді. Егер не нәрсеге риза болу қажеттігіңізді білгіңіз келсе, ақшаға сатып ала алмайтын өзіңізде бар нәрсеңізді жазып шығыңыз. Джим Квикте визуализация тақтасы да, алғыс тақтасы да бар. Қарапайым таңғы жаттығулар. Бұл тренировка емес, жай жүрек соғысын тездету үшін дене қозғалыстары. Жүрек соғуын тездету арқылы сіз мидың қан айналымын жақсартасыз. Миға қуат беретін смузи жасаңыз. Мидың жұмысын жақсартуға көмектесетін табиғи майларға бай көкжидек және авокадо қосыңыз. Таңертеңгі рәсімдеріңізді оқу арқылы аяқтаңыз. Күнделікті оқу сізге айына 1 кітапты бітіруге және жетекші компаниялардың көшбасшыларының деңгейіне жетуге көмектеседі. Ұмытпаңыз, алдымен сіз әдеттеріңізді қалыптастырасыз, кейін әдеттер сізді қалыптастырады. Күніңіздің алғашқы сағатын миыңыз үшін пайдалы етіңіз, және сіз күні бойы жетістіктен жетістікке жетесіз. Лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Қоңыраушаны басып қойыңыз. 99 бен бірге дамы.